Достар, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге ағылшын тілінен аудио книгаларды, аудиобукстарды қалай тыңдау керек екенін үйрететін боламын, көрсететін боламын. YouTube'ға кіреміз де поискқа аудиобукс in English деп жазамыз. Менде белгіленіп қойған. Соны жазғаннан кейін алдарыңыздан көптеген кітаптар шығады. Өздеріңізге ұнаған, өздеріңізге жақын кітаптар таңдайсыздар. Әркім әртүрлі жанрды жақсы көреді. Мен көбіне детектив және мелодрама жанрларын ұнатамын. Мен дәл қазір өзім мына кітапты, аудио кітапты тыңдап жүрмін. Strangers on a Train. Осыны тыңдап жүрмін. Save me. Өте түсінікті, акценті өте жақсы айтылған. Кейде арасында қайталап айтамын. Мен міндетті түрде 3-4 рет тыңдаймын. Бірінші тыңдаған кезде ол әлбетте түсініксіз болады. Екінші тыңдағанда, үшінші тыңдағанда қарамай тыңдаймын. Даусын қатты шығарып қойып, жұмыстарымды істеп жүріп тыңдай беремін. Наушникпен бір жерге бара жатқанда тыңдаймын. Иә, ол үнемі сіз оны түсінбеуіңіз мүмкін, үнемі оның ситуацияға кіре алмауыңыз мүмкін, алайда ол сіздің бәрібір миыңызға, жаныңызға кіре береді. Сондықтан тыңдай беріңіз. Кейде мен бірге қосылып оқитын кездерімде болады. Guy could not stop the wedding. It was like the murder of Bruno's father. Guy felt he was an actor in a bad play, doing something he had done thousands of times before. At the party afterwards, Guy suddenly saw Bruno's face, smiling madly. Then it disappeared. Көрдіңіздер ме? Осылай мен бірге оқимын, бірге көремін, тыңдаймын. Сонымен қатар өздеріңізге ұнаған кітаптар тыңдасаңыздар да болады. Мына жерде Godfather деген бар екен. Егер сіздерге ұнап Daughter of Don Vito Corleone, married Carlo Rizzi. Her father had invited hundreds of people. Жалпы аудио кітаптардың, достар, ешқандай зияны жоқ, тек пайдасы ғана болады. Себебі аудио кітаптарды кез келген адам оқымайды. Осындай ағылшын тілі сайттарына, осындай YouTube каналдарына тіркеліп алсаңыздар, мына жерде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алсаңыз, алдарыңыздан шығып отырады. Күнделікті тыңдап отыруға өздеріңізге өте ыңғайлы. Яғни осы жерде мен сіздерге түсіндіре кеттім деп ойлаймын. Білімдеріңіз арта берсін, әрқашанда білімді болыңыздар. Осылай тыңдап жүріп, өздеріңіздің листенингтеріңізді дамыта беріңіздер. Сау болыңыздар.